Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен шоколадный пирог дайындаймыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл пирог жұмыртқасыз дайындалады. Және де таразының қажеті жоқ. Таразысыз жасалатын пирог. Ең алдымен илектен ұнды өткізіп аламыз. Оның үстіне қантты саламыз. Оның үстіне какао саламыз. Қопсытқыш саламыз. Тұз саламыз. Осы барлық құрғақ қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болдық, енді үстіне күнбағыс майын құямыз. Енді суық суымызды құямыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Енді жақсылап миксермен араластырамыз. Міне дайын болды, осылай сұйықтықта болады. Енді 24 диаметр формаға салып 180 градуста 35-40 минут шамамен пісіреміз. Осылай ағаш таяқшасымен піскенін тексеріп аламыз. Енді формадан алып суытып қоямыз. Бетіне шоколад, сүт және сары майды қосып ерітіп, осылай бетіне әдемілеп құйып шығамыз. Мен осылай бетіне орех сеуіп шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша кокос, жаңғақ, мейіз немесе құлпынай, бүлдірген беттеріне әсемдесеңіздер болады. Міне біздің шоколадный пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі менен қандай рецепт күтесіздер, пікірге жазып қойыңыздар.